Бүгін қиярдан қыстық салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 бас пиязымыз керек болады. Қияр мен сәбізімізді лукарескадан жұқа етіп өткізіп аламыз. Егер лукарескаларыңыз жоқ болса, сәбізді мясорубкадан өткізіп аласыздар. Сосын чесногымызды, әші бұрышымызды қалауыңызша саласыздар. Сосын укроп, сосын петрушкамызды да керек болады, қалауыңызша аскөкті қосасыз. Болгарский менде бұл жерде көк болгарский мен қызыл болгарскийді өткізіп алдым. Сосын помидорымызды да ет тарқыштан өткізіп барлығын дайындап аламыз. Ендігі кезекте пиязымызды майдалап етіп турап, барлығын дайындап болған соң, мен далада қазанға жабатын боламын. Астын жағып, майымызды құямыз бір кесе. Майымыз қызған кезінде пиязымызды салып, сәбізімізді салып, жақсылап қуырамыз. Міне көріп тұрыңыздар ма? Жұқа екенін, жұқа лукарескадан өтсе, сонда тез пісетін болады салатымызда. Сосын болгарскийімізді салып, тағы да барлығын бірге қуыратын боламыз. Ендігі кезекте әші бұрышымызды салып, үстіне ет тарқыштан өткізілген помидорымызды құямыз. Ендігі кезекте чесногымызды саламыз, үстіне қиярымызды саламыз, бір бокал тұзымызды саламыз, лавровый листімізді саламыз, сосын қара бұрышымызды саламыз, барлығын жақсылап араластырып, қайнататын боламыз 25 минуттай піскенше сәбізі. Сосын мен осындай бір бокал қант салдым. Қант салған себебім помидордың қышқылдығын алып тұрады, өте бір керемет дәм беріп тұрады. Сосын майдалап туралған, ұсақтап туралған укробымыз бен петрушкамызды қосып, тағы да бір 5 минут қайнатып аламыз. Осымен біздің банкамыз дайын болады. Жабатын кезімізде бетіне уксус сеуіп, жарты шай қасық себес құясыздар. Сонымен біздің банкамыз дайын болды.